10 минутта дайын болатын банан шоколаде. Алдымен YouTube каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз, және де ақпарат пайдалы болса, лайк баса кетіңіз. Банан шоколадеге қажет заттар: ең алдымен таза шоколад, банан, шпажка және сухой цвет, немесе посыпканың кез келген түрі бола береді. Таза шоколадтан карье-болт шоколадын қолдансаңыз болады. Алдымен бананы жуып, турап аламыз, ортасынан бөліп, артық жерлерін кесіп тастаймыз да шпажкаға орнататын боламыз. Және таза шоколадтан секауаны икамды қолдансаңыз болады. Шоколадқа батырмадан бұрын бананымызды холодильникке, яғни мұздатқышқа салып алатын боламыз. Аз ғана уақытқа, бір 10-15 минутқа, сосын барып жаңа шпажкаға орнатып шоколадқа батыратын боламыз. Посыпкадан мен сухой цвет қолдандым, розаны. Сіздер кез келген посыпканы қолдансаңыз болады. Кокосовый стружка, вафельный крошка сияқты посыпкаларды қолдансаңыз болады. Шоколадты водяной, ваняда немесе буда ерткен дұрыс. Микроволновкада шоколад күйіп кетеді. Шпажкаға орнатып болғаннан кейін біз шоколадымызды ертетін боламыз ыстық суда, солай ертіп аламыз. Және бізге инфракрасный термометр керек болады. Онымен оның градусын өлшейміз. Шоколадты қатты ысытпаған дұрыс. 40 градусқа дейінгі жоғары ыстықтықта ысытса болады, одан асып кетуіне болмайды. Және шоколадты батырған кезде сіздің шоколадыңыз салқын болу керек, оның градусы 29-30 градуста болу керек. Оны жаңағы термометрмен өлшейтін боламыз. Және бананды шоколадқа батырып, кепкенін күтетін боламыз. Және бетіне қалаған посыпкаңыз себіп, әдемілеп жесеңіз болады.